нәпсіні тәрбиелеу. Нәпсі нұр және қараңғылық перделерімен қоршалған. Мүриттің осы перделерден құтылуының жолы нәпсіге қарсы күрес жүргізу, оған қарсылық таныту. Бұл күрестің негізгі бөлігі нәпсіні әуестіктен, құмарлықтан айыру және оны әр уақытта қалау мен құмарлығына қарсы күресуге мәжбүрлеу. Нәпсіні тәрбиелеу оңай іс деп, кейбір философтардың пайымдағандай, ақылдың күшімен ақ нәпсіні тәрбиелеуге болады деп ойламаңыз. Керісінше, нәпсіні тәрбиелеу ауыр науқасты емдеумен бірдей, науқас адам тәжірибесі мол білікті дәрігердің үнемі бақылауында болуы керек. Дәл сол сияқты нәпсіні тазарту да бұл жөнінен білімі мен тәжірибесі мол пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам немесе әулиенің бақылауымен ғана мүмкін болады. Адам тәнінің билеушісі рухани жүрек тазармайынша, нәпсіні тәрбиелеу қиын іс. Басшының мінез-құлқы жақсарғанда ғана оның қол астындағылардың ахлақы жақсара түсетіні бесенеден белгілі. Расында нәпсіні емдеу қиын іс. Бұл іс қайта-қайта қайталауды қажет етеді. Өйткені нәпсі тізгінін тартып ұстамаса, бағынғысы келмейтін асау қыңыр жануар сияқты. Нәпсіні тәрбиелеудің 3 жолы. Нәпсіні тәрбиелеу, оны жеңу 3 түрлі жолмен жүзеге асады. Бірінші жол. Нәпсіні барлық қалаулары мен құмарлықтарынан айыру. Тамағын аздап қана берсе, қыңыр жануардың өзі мойынсұнғыш, көнгіш болатындай, нәпсі де қалағанынан айырылған сәтте адамға бағына бастайды. Екінші жол. Оған ғибадат жүгін арту. Шынында, азығы азайып жүгі ауырлаған, әлсіреген қыңыр жануар икемге тез көнеді. Нәпсі де дәл солай. Үшінші жол. Нәпсімен күресуде Алла тағаладан жәрдем сұрау, жалбарына көмек сұрау. Өйткені нәпсіні жаратқан Алла, оны болмысы мен халін жақсы біледі. Алла тағала бізге нәпсімен күресудің әдісін айтып, оны тәрбиелеудің жолдарын түсіндірді. Егер қандай да бір дәрігер бір адамға жақсы көретін тағамдарынан бас тарту керек екенін айтып, оны тұтыну зиян екенін, түрлі ауруларға әкеп соғатынын ескертсе, адам баласы ондай тағамдардан бас тартып, ерік жігер танытып, нәпсісіне қарсы тұрар еді. Ал сонда мұғжизамен күшейтілген пайғамбарлардың сөздері, Алла тағаланың кітапта айтқандары, білім мен ақыл ойы шектеулі дәрігердің кеңесінен де маңызы төмен болғаны ма? Жаман әдеттен бас тартудың қиындығы ма? Әлде тозақтың азабы ма? Шіркін, адам баласы осы екеуінің қайсысы қорқыныштырақ екенін білсе ғой. Нәпсіге қарсы тұру. Адамның нәпсісіне қарсы күресінде көптеген пайда бар. Ал нәпсінің қалауларына еріп, оның айтқандарына көнуде барлық бәленің бастауы жатыр. Бұған дәлел ретінде барлық заман ғалымдары мен данышпандарының бір ауызды пікірін келтірсек жеткілікті. Нәпсіге қарсы тұру барлық жақсылықтың кілті, ал нәпсіге мойынсыну барлық жамандықтың негізі. Сондай-ақ дін ғалымдары нәпсіге қарсы шығуды Аллаға құлшылықтың негізі деп санап, нәпсісін қарсылықтың қылыштарымен өлтіруді тарихаттың маңызды міндеттерінің бірі ретінде атап көрсетеді. Олар біздің жолымызға түскен адамның нәпсісі 4 өлімнің дәмін татсын. Қызыл, қара, ақ және жасыл дейді. Қызыл өлім нәпсімен оның қалауына қарсы тұру, яғни дүниенің қызыл жасыл арбауы және ібліс, оның көмекшілерімен күресу дегенді білдіреді. Бұл өлімнің түсі құмарлықты және оларды басуды, яғни өлімді көрсетеді. Қара өлім жұрттың көрсеткен қиындығына шыдамдылық таныту. Қара түс көбінесе ауыртпалық пен қиындықты білдірсе, ақ өлім аштықты білдіреді. Бұл жердегі ақ өлім адамның жан дүниесіне, ішкі әлеміне аштық ұялататын нұр. Жасыл өлім болса, жамаулы, ескі киім киіп, ұнамды, әдемі киімнен бас тарту.
Сөйтіп аз дүниеге қанағат етудің арқасында өмірі жасыл желекке айналады. Алла Тағала нәпсісіне қарсы күрескен әрбір құлына, мұсылман болмаса да, сол күресіне береке беріп қойған. Мынандай бір оқиға бар. Бір монах Мысырда қасиетімен, біліммен атағы шығады. Осыған орай бір мұсылман ғалымы, мұсылмандарды адастырмай тұрып, оны өлтіру керек дейді. Сөйтіп пышағына у жағып, оған қарай бет алады. Ғалым монахтың есігін қаққанда: «Ей мұсылман ғалымы, пышағыңды таста!» деген дауыс естиді. Бұған таң-тамаша болған ғалым пышағын тастап, ішке кіріп: «Сен мұндай дәрежеге қалай қол жеткіздің?» деп сұрайды. Сонда монах: «Нәпсіме қарсы тұруымның арқасында» деп жауап береді. Осы сөздерден кейін ғалым: «Ендеше исламды қабылдамайсың ба?» деп сұрағанда, монах: «Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі екеніне куәлік етемін» деп кәлимаға тілін келтіреді. Сонда ғалым тағы таңданысын жасыра алмай: «Сен исламды қалай тез қабылдадың?» деп сұрайды. Бұған монах былай деп жауап береді: «Мен нәпсімді исламды қабылдауға шақырдым, бірақ ол бұдан бас тартты. Сосын мен керісінше жасадым. Міне осылай әлгі адам нәпсісіне қарсы күрес арқылы ең үлкен жақсылыққа кенеледі». Нәпсіге қарсы тұрудың жемісі көрегендік, құпия білімнің берілуі және Алланың қабыл етуі. Ал нәпсіге еру, оның қалағанның бәрін жасау, тек қорлық пен Алланы тану жолында кенжелеп қалуға әкеледі. Алла сақтасын. Ибрахим ибн Шайбанның Құддүс рух былай деген айтылады: «Көптен бері жасымықты тоя жегім келді, бірақ мұның сәті түспеді. Содан бір күні Шамда болғанымда алдыма бір тостаған жасымық келді. Мен тойып жеп алдым. Сыртқа шыққанда ілулі тұрған бір сұйықтыққа толы құмараларды көрдім. Мен сірке суы деп ойладым. Олар маған: «Неге тесіліп қарап қалдыңыз? Олар шарап үлгілері, ал аналар шарап бөшкелері» деді. Сол кезде мен жертөлеге кіріп, шарап бөшкелерін талқандап, ішіндегісін төге бастадым. Ал дүкеннің иесі болса, басында мені сұлтанның бұйрығымен төгіп жатыр екен деп ойлаған екен. Кейін ол мәселенің байыбына барып, мені билеуші Ибн Тулунға алып барды да, ол маған 200 дүре соғуды және түрмеге жабуды бұйырды. Мені құтқарып алған ұстазым Әбу Абдулла әл-Мағриби осы қалаға келгенше мен түрмеде жаттым. Кейін ол менен: «Сен не істеп қойдың?» деп сұрады. Мен оған: «Мен жасымық жегім келді, сосын оны тойып жедім. Содан кейін олар маған 200 дүре соқты» деп жауап бердім. Сол кезде шейх маған: «Сен оңай құтылыпсың» деді. Бір күні ауада тіреусіз отырған адамнан бұған қалай жеткенін сұрайды. Сонда ол: «Нәпсінің қалауынан бас тарттым. Ауа менің билігіме берілді» деп жауап берген екен. Өзін өзі бақылау. Нәпсіні тәрбиелеудің ең үлкен жолдарының бірі нәпсінің айтқанын, бұйырғанын бақылауда ұстау. Мысалы, егер сізде бір істі бақылауға тағайындалған өкіл болса, онда сіз оны бақыламайсыз. Ал егер ол істі бақылай алмаса, оған сөгіс жариялайсыз. Алла үшін жасалатын амалдарыңыз да солай. Қандай да бір әрекет жасағанда, Алла Тағала мұны сұрамайды деп ойлай алмайсыз. Осылай, өзін өзі бақылау Алла Тағаланы тану дәрежесіне жеткен ұлы адамдардың тәсілі. Жеті будаланың үлкен тақуа адамдардың бірі Шейх Макинуддин әл-Әсмар былай дейді: «Рухани сапарымның басында мен тігінші болып жұмыс істедім. Сол кезде мен күндізгі айтқан сөздерімді санай бастадым. Кеш батқанда мен оларды талдап, сөздерімнің соншалықты көп емес екенін байқадым. Айтқан жақсы сөздерім үшін шүкіршілік етіп Аллаға мадақ айттым. Қалған сөздерім үшін
Аллаға тәубе етіп кешірім тіледім. Сөйтіп, ол будаланың біріне айналғанға дейін осылай жасайды. Әбу Хафс әл-Хаддад ән-Нисабури құдысы сирру, адамның нәпсісі қап-қара түнек. Қара түнек нәпсінің шырағы, оның сыры болып табылады. Ал бұл шырақтың нұры Алла тағаланың қолдауы, тәуфиқ. Ғалым нәпсінің шырағы, оның сыры деген сөзмен құл мен Алла тағала арасындағы сырды меңзеп тұр. Бұл сыр адамның ықылас мекені. Соның арқасында құл әрбір болып жатқан нәрсенің өздігінен болмайтынын, орындалмайтынын, барлық нәрсенің тек Алла тағаланың қалауымен болатынын түсінеді. Осылайша құл өзінің жақсылық жасауға немесе жамандықты тастауға қандай да бір күші мен қуаты жоқ екенін қабылдайды. Сосын Алланың қолдауымен нәпсінің жамандығынан арылады. Сондықтан ұстаздар, сыры болмаған адам күнә жасауда табандылықтан таймайды дейді. Құлдың өзін өзі бақылауда ұстауында ықпал ететін ең тиімді нәрсе жол көрсетіп, бағыт-бағдар беру және алдағы нәтижесін айту арқылы ғана нәпсін ояту. Тақуалардың бірі нәпсісіне былай дейді: «Ей нәпсім, өткен адамдардың үйлерін қалай салып, жабдықтап, кейін дүниені тастап, бәрін артқа тастап кеткеніне қалайша назар аудармайсың? Алла тағала олардың жерлерін, сарайларын жауларына қалай қалдырды? Адамдардың жей алмайтынын жинап, ішінде өмір сүре алмайтынын салып жатқанын, ешқашан қол жеткізе алмайтын нәрсені армандайтынын көрмейсің бе? Ей нәпсім, амалдарың қандай ғажап! Осы анық дәлелдерді неге көрмейсің? Ей нәпсім, қоғамдағы жоғары лауазымға деген сүйіспеншілікке мас болып, атақ құмарлығыңнан осыны түсінбей жүрген шығарсың. Мансапқорлықтың мақсаты тек халықтың ықыласына бөленіп, олардың ықыласын өзіне бұру екенін түсінбейсің бе? Тіпті жер бетіндегі барлық адамдар сенің алдыңда кішірейіп бас иіп, саған бағынса да, 50 жылдан кейін жер бетінде сен де, саған бағынушылар да қалмайтынын түсінбейсің бе? Олар сені есіне де алмайтын уақыт келеді. Ендеше, уа нәпсі, мәңгілікті 50 жылдан кейін жойылатын нәрсеге қалайша айырбастамақшысың? Ей нәпсі, ұялмайсың ба? Өзгелер үшін сырт келбетіңді әсемдейсің, бірақ күнә жасап, Алла тағалаға жасырын қасарысасың. Неткен қасірет! Саған назар аударғандардың ішіндегі ең жексұрыны Алла болғаны ма? Неткен қайғы, ей нәпсі! Егер сен өзіңнің кім екеніңді білсең, сол кезде тек сенің жаман мінезінің кесірінен қиындық, бақытсыздық атаулы елдің басына үрейлетінін түсінер едің. Ғажап, дүние байлығының көбейгеніне қуанасың, бірақ саған берілген күндердің азайғанына мұңаймайсың. Өмірің қысқарып жатқанда байлығының өскеннен не пайда? Нәпсімен күрес, құмарлыққа бой алдыру және Алла тағалаға мойынсұнудан бас тарту барша игілікке жетуге кедергі болатын нәпсінің екі қасиеті. Бөлекшіл нәпсінің ашуға бейім болатынында сондықтан. Ал мұндай нәпсімен күресудің ең жақсы жолы ашуды жеңіп, оның алауын жұмсақтықпен сөндіретін көркем мінезді қолдану. Яғни, күнә жасауға итермелейтін нәпсіні сындыру керек. Онымен күресу керек. Ал ол үшін нәпсіге оның істерінің арамдығын, төмендігін, сұпайылығын көрсетіп, осылайша оны жазалап, қор қылу керек. Зүннан әл-Мысри құдыс-сирх былай дейді: рухани күйреу адам ақылақының құлдырауы 6 себепке байланысты. Біріншіден, ақырет мәңгілік өмір үшін амал жасаудағы ниеттің әлсіздігі. Екіншіден, адамның денесі өз құмарлығының тұтқынына айналуы. Үшіншіден, өлім жақындығына қарамастан, оларды ұзақ армандар мен ұмтылыстардың жеңуі. Төртіншіден, адам жаратушының разылығынан адамның разылығын артық көруі. Бесіншіден,
пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін ұмытып, өз нәпсілеріне еруі. Алтыншыдан, адамның өзін ақтап, бұрын өткен тақуалардың болмашы қателіктерін айтып, олардың көптеген жақсылықтарын, ізгі істерін ұмытуы. Үлкен ұстаздардың сенімді кітаптарында баяндалған нәпсіге қарсы күрестің көптеген әдістері мен құралдары бар. Алланың разылығы үшін талпынғандар, оларды әрдайым еске алуы үшін осы сөздердің кейбірін ұсынамыз. Бірінші. Алланы танушылардың ариф бірі. Біз сопылықты әдемі сөздер арқылы емес, аштық, дүние қызығынан бас тарту, жаман әдетке жоламау, Алланың әмірлерін орындап, тыйымдарынан тыйылу арқылы түсіндік дейді. Екінші. Бір данышпаннан былай деп сұрайды: нәпсіңді байлап ұстау үшін қандай кісен керек? Ол, оны аштық пен шөл кісенмен ұста. Оны төмендетіп, құмарлығын, атақ пен ұлылыққа деген құштарлығын өшір. Байлардың сипаттарынан бас тартқызу арқылы оны сындыр деп жауап береді. Үшінші. Абу Язидтен Құдуси риуаят етіледі: мен түсімде ұлы Раббымды көріп, уа Раббым, маған өзіңді тану жолын көрсетші деп сұрадым. Сонда Аллах Тағала: нәпсіңді таза ұста, маған кел, деді. Төртінші. Бір ұстаз: біздің жолымыз тарихат 3 ережеге негізделген. Аш болған кезде ғана тамақтану, ұйқы жеңген кезде ғана ұйықтау және өте қажет кезде ғана сөйлесу. Бесінші. Бір мұршид шәкіртіне қиындық 3 себепке байланысты болады: жаман мінез, жаман дағдыны берік ұстану және жаман дос, дейді. Шәкірті: жаман мінез нені білдіреді деп сұрады. Ұстазы: харам ас деп жауап береді. Сонда шәкірті: жаман дағдыны қатаң сақтау деген не деп сұрады. Ұстаз: бұл харамға деген сенің көзқарасың, харамнан ләззат алу және ғайбат айтуға құмарлық деп жауап береді. Шәкірт тағы да сұрақ қояды: жаман достық нені білдіреді? Оған мүршид былай деп жауап береді: бұл құмарлық, көңілде оянған әр сәтте оған еру. Алтыншы. Белгілі дін ғалымдарының бірі: біздің міндетіміз бізге жамандық жасаған біреуден кек алу емес, керісінше қарапайымдылық пен сыпайылық таныта отырып, одан кешірім сұрау. Өйткені жүректі біреуге деген жеккөрушіліктен тазарту үшін сол адамға жақсылық жасау керек. Ендеше кім нәпсісін артық көрсе, оның діні қорлық көреді. Ал керісінше, кім өз дінін артық көретін болса, ол нәпсісінен жиренеді. Қарапайым адамдар өз амал әрекеттерін жақсартуға тырысса, ал Алланың сүйікті құлдары рухани жақтан кемелденуге тырысады. Аштыққа шыдау және түнді Аллаға құлшылықпен өткізу оңай іс, бірақ мінез құлықты дұрыстау, бойды жаман әдеттен алыстау өте қиын мәселе. Тоқмейілсу. Кімде-кім өз нәпсінің сұмдығын білсе, жер бетінде өзінен төмен, жексұрын адамды көрмейтін еді. Адам баласына өзінің ішкі дүниесін білуден артық парыз жоқ. Сондықтан адам өзіне, өз нәпсісіне тоқмейілсу дұрыс емес. Өйткені құл өзін өзі таныған сайын, оның рухани деңгейі жақсара түсіп, Алла Тағаланың алдында дәрежесі жоғарылайды. Нәпсі тәрбиесі жаман қасиеттерден арылып, мақтауға лайық сипаттарға ие болу арқылы жүзеге асады. Ал барлық жаман қасиеттердің негізі өзін өзі тоқмейілсу. Демек, адамның арылуы керек болған ең бірінші нәрсе ізгі қасиеттерге ие болуға кедергі болатын тоқмейілсушіліктен айырылу. Сондықтан, мақтауға тұрарлық сипаттарға ие болудың басты шарты өз-өзіне масаттанудан сақтану. Ал өз туралы жоғары пікірде болмаған адам көркем мінезді болуға, нәпсісін тазартуға жақындайды. Өйткені кемелдікке ұмтылып, кемшіліктерін жоюға тырысу адам баласына тән қасиет. Адам өз-өзіне масаттану, тоқмейілсу деген сезімдерден арылса, сол арқылы жамандықтан арылып, мақтауға тұрарлық қасиеттерге ие болуға ұмтылады.
Өз кемшілігін түсінген адамның бойында мақтаныш, өзін жоғары қою сезімі болмайды. Керісінше, егер мұндай күйде ол өзін жетілдіруге талпынса, онда оның шынайы ықыласы оянады. Осылайша ол илахи ескертулердің әсерімен және табиғи болмысының арқасында өзі үшін алдын ала белгіленген кемелдікке жеткенше мінез құлқы жетіле түседі. Нәпсінің бір жаман сипаты оны мақтаудан, мадақтаудан ләззат алуға бейімділігі. Егер нәпсі мақтаудан мақрұм қалса, жалқауланып қайғы уайымға батады. Өз-өзіне масаттану, өзі туралы жоғары пікірде болу Алла тағаланың қаһарына ұшырататын амалдар. Ибн Атайладан Құдуссирру Алла тағаланың ашуын тез тудыратын нәрсе не деп сұрады. Ол былай деп жауап берді. Ол адамның өзіне және жеткен рухани жағдайларына масаттануы. Құл өзінің жасаған ісіне сый-сияпат күткен кезде Алла тағаланың ашуына ұшырайды. Нәпсісін үнемі қадағалап, бақылап, өз-өзіне есеп беретіндер ғана нәпсінің кемшілігін байқай бастайды. Алла тағала өз пендесіне нәпсінің арамдығын, сұмпайылығын көрсетуден артық жоғарылатпаған және де пендесіне нәпсінің арамдығын, төмендігін жасырудан асқан қорлыққа ұшыратпаған. Ақылы толысқан парасатты адам қалайша нәпсіне разы болсын? Өйткені Юсуф алейхиссалам пайғамбардың өзі: егер Раббым рахым етпесе, мен нәпсімді ақтамаймын. Өйткені нәпсі жамандықты үздіксіз әмір етуші, расында Раббым жарылқаушы, мейірімді деген болатын. Құран тәпсіршілері былай деп жазады: бұл дегеніміз, мен өз нәпсімнің жаман қылықтарынан ада, таза екеніне сенбеймін. Яғни мен нәпсімнің жақсаруын табиғи болмысыма қарау емес, толығымен Алла тағаланың қолдауына сүйініп айтамын. Аяттағы нәпсім деген сөз барлық нәпсілерді, соның ішінде Юсуф пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам өз нәпсісін білдіреді. Аяттың жалғасында нәпсі табиғатынан жамандыққа бұйырушы делінген. Бұл оның бойын сұнбайтын, арсыздыққа шақыратын сипатын білдіреді. Нәпсі бәрінен де бұрын құмарлықтан ләззат алады және пайдасыз, бос нәрселерді жақсы көреді. Үнемі жаман әрекеттерге бейім келеді. Егер олай болмағанда, адамдардың көпшілігінің нәпсілері құмарлығын қанағаттандыру үшін неше түрлі айла ойлап тауып, бағынбай, бойынан жамандық атаулының буы шығып тұрмас еді. Сондықтан да адам баласы неғұрлым саналы болса, оның Алла тағаланың алдындағы дәрежесі соғұрлым жоғары болады және адам өз нәпсінің кемшіліктерін соғұрлым жақсы көретін болады. Кім үнемі нәпсінің кемшілігін байқай алса, ол одан да үлкен дәрежеде нәпсісін айыптап, кінәлап, нәпсінің өзі туралы жоғары пікірін жоққа шығарады. Әт-Тауилат ән-Нәжмия кітабында нәпсі табиғатынан әмір ету үшін жаратылған жауыз. Егер оған еркіндік берілсе, оның қолына жамандықтан басқа ештеңе келмейді, тек жамандықты бұйырады. Ал егер Алла тағала оны мейіріміне бөлеп, қамқорлығына алып, оған назарын бұрса, бұл нәпсінің мінезін мүлде өзгертіп, жаман қасиеттері жақсы қасиеттермен алмасады. Сонда жамандықты әмір етуші нәпсі жақсылықтың жаршысы болады, яғни зұлымдық мейірімділікке ауысады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Уа Раббым, мені нәпсімнің қолына бір сәтке де, тіпті одан да аз уақытқа тастама» деп Аллаға жалбарынады. Екі өсиет. Әл-Бахджа кітабында имам Бахауддин Мұхаммед ән-Нақшибандидің Құдуссирру мүридіне қалдырған екі өсиеті бар. Ойланып толғанатындар үшін өте қымбат осы өсиеттері келтірейік. Бірінші, тариқат жолының шынайы мүриді қаншалықты биік дәрежеге жетсе де, ол өзін тек бастаушы, алғашқы қадам жасаушы ретінде көруі керек. Екінші, мүрид өзін өзі жетілдіру, сейір сүлік жолында ең жоғарғы дәрежеге көтерілсе де,
өзін перғауыннан 100 есе нашар санауы керек. Ақылды адам нәпсісі рухани тыныштық деңгейіне көтерілсе де, әрқашан өзін өзі ұстау керек. Өйткені бұл жағдайда ол өз нәпсінің құйтыртқы айла амалдарынан қорғана алмайды. Ал біз, қарапайым адамдар, өзімшілдікке, атақ құмарлыққа бой алдырып, нәпсіден қалай қорғанамыз? Бір Алла ғана жәрдемші. Расында, Раббымыз өз қамқорлығымен бізге мейірім танытпайынша, нәпсінің айла амалдарынан аман қала алмаймыз. Ал адамды зұлымдыққа, мойын ұсынбауға итермелейтін жаман амалдар екені даусыз. Олай болса, жаман мінез құлық, ол дерт, ал оның емі тариқат. Жаман қасиеттер залым рухтар сияқты, ал тариқат суға ұқсайды. Залым рухтардан тазару үшін суды қолдану керек. Анығын Алла ғана біледі. Ал құдіретті күшті Алланың жәрдемі болмаса, жақсылық жасауға, жамандықтан тыйылуға да күш қуат жоқ.